ұзақ өмір сүрудегі ең өзекті мәселенің бірі бұл бәрін қойғанда стереотиптарды сындыру. Қалыптасқан адамзаттың өмір бойында қалыптасқан стереотиптер бар. Мысалға 40-тан кейін денсаулық кетеді, содан кейін шаршайды, сосын тозады, сосын біртіндеп семіп, біртіндеп сол бір 70-80 келгенде ақыл ойың кетеді, есің кетеді, денсаулығың кетеді, сөйтіп бір 80-дерде болды деп, орташа 80-нен асқанда да о деп нетеді, қошеметтеп, мынау ұзақ өмір сүріп жатыр деп. Енді қазір 80-ге жетіп жатқандар көбірек, бірақ дегенмен стереотип солай қалды бәрібір. Сосын міндетті түрде бәрі алжиды, күш болмайды, сондай деген денсаулық болмайды дегендей сондай стереотиптер бар. Ең басты соны сындырса, ар жағы оңай болады. Сосын ұзақ өмір сүруге болмайды деген стереотип сындырса, 100-ден асу деген ол мүмкін емес дегенді көп адамның ойында отыр. Бірақ бір шетінен менің осы арнам бәріне арналмаған, таңдаулы адамдарға арналған деп есептеймін. Себебі бәрі бірдей оны мойындай қоймайды, бәрі бірдей қабылдай қоймайды. Осы мен айтып отқан қағидаларымды. Сондықтан тек мысалы 10-ның біреуі екеуінен ғана миына жететін шығар түйсігіне менің айтып отқандарым. Себебі қабылдау қиын шынымен де. Оны қабылдау үшін үлкен бір шетінен бір ерлік те керек шығар, бір ой да керек шығар көп. Сондықтан оны стереотип сындыру қиын негізі. Сондықтан әрине әртүрлі хейттарды да естисің, әртүрлі көзқарастар болады, қарсы. Сондықтан біле тұра, бірақ біз өзіміз ойымызды жалғастыра береміз ары қарай. Себебі алда қойған мақсат сол адамдарды, әсіресе соның ішінде біздің ұлтымызды, елімізді, халқымызды ұзақ өмір сүретін халықтардың қатарына қосу қалай болғанда да. Ары қарай бүкіл адамзатқа мүмкін. Және жалғыз мен емес қой, осындай сұрақпен айналысып жатқан басқа адамдар жетеді, бірақ тап осы өзіміздің ана тілімізде өзіміздің арамыздан шыққан адамдар енді аз шығар. Сондықтан мен соның орнын толтыруға тырысамын барынша. Сол ілесетіндер ілесіп, ілеспейтіндер енді өздері біледі. Әркім өзінің қалауын өзі жасайды. Сондықтан қазір мен енді TikTok-тың уақыты аз болғандықтан бөліп жазамыз. Рахмет.